Сәлеметсіздер ме, құрметті бастауыш сынып мұғалімдері? Біз сіздермен қазақ тілі оқу бағдарламасының 3-ші сынып мазмұнымен таныс боламыз. 2018-2019 оқу жылы қазақ тілі бойынша Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 10 мамырдағы нөмірі 199 бұйрығымен бекітілген оқу бағдарламасы қолданыста болады. Апталық жүктеме 4 сағат, жылдық сағат саны 136 сағат, 1-ші, 2-ші және 4-ші тоқсанда 32 сағаттан, ал 3-ші тоқсанда 40 сағатты құрайды. Қазақ тілі оқу пәнінің 3-ші сыныпқа арналған базалық білім мазмұны белгіленген. Ол тіл және сөйлеу, сөйлеу мәдениеті, мәтін түрлері және құрылымдық бөліктері, мәтіннің тақырыбы және ондағы негізгі ой, тыңдалған мәтін бойынша тірек сөздерді белгілеу, ашық және жабық сұрақтарға жауап беру. Қаратпа сөз, оның тыныс белгісі, қыстырма сөз. Фонетика бойынша өзге тілден енген дыбыстар, сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндестігін сақтау. Сөз және оның мағынасы, тура және ауыспалы мағына, түрлі дерек көздермен жұмыс. Сөз құрамы, түбір және туынды сөз, түбірлес сөздер. Сөйлем мүшелері, тұрлаулы және тұрлаусыз мүшелер. Бастауыш пен баяндауыштың арасына қойылатын сызықша, жалаң және жайылма сөйлем. Сөз таптары, негізгі және туынды зат есім. Зат есімнің тәуелденуі, тәуелдік жалғаудың емлесі. Негізгі және туынды етістік, болымды және болымсыз етістік. Негізгі және туынды сын есімдер, есептік және реттік сан есімдер. Шығармашылық жазба жұмыстары. Жоспар немесе сызба негізінде тірек сөздерді қолданып, әңгімелеу, салыстыра сипаттау, көмекші сөздерді қолданып, пайымдау мәтіндерін құрап жазу. Оқыған, тыңдаған, аудиовизуалды материалдар бойынша жоспар құрып, мазмұндама жазу. Сызба, график, кесте, фотосуреттер қолданып, хат, шақыру, нұсқаулық, презентация құрастырып жазу. Түрлі стиль бойынша өзіндік іс-әрекеті баяндалған күнделік, өмірбаян жазу және жіберілген қателерді тауып, орфографиялық сөздік арқылы, анықтамалық арқылы түзету жұмыстары жүргізілуі тиіс. Аталған білім мазмұны ұзақ мерзімді жоспарда әр тоқсан бойынша белгіленген. Бірінші тоқсанда жанды табиғат және жақсыдан үйрен, жаманнан жирен ортақ тақырыптар аясында тыңдалым және айтылым, оқылым, жазылым, тілдік нормалардың қолданысы бөлімі бойынша оқу мақсаттары белгіленген. Ең негізгі тақырыптар мәтін түрлері, мәтіннің тақырыбы және мұғалімнің көмегімен негізгі ойды анықтау. Әңгімелеу, салыстыра сипаттау, пайымдау мәтіндерін құрап жазу. Оқыған, тыңдаған және аудиовизуалды материалдар бойынша мұғалімнің көмегімен жоспар құрып, мазмұндама жазу. Өзге тілден енген әріптердің емлесі өтіледі. Аталған оқу мақсаттарын күнтізбелік тақырыптық жоспар құрастыру үшін грамматикалық тақырыптарды белгілеп аламыз. Яғни, жанды табиғат ортақ тақырып аясында 16 сағат, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен ортақ тақырыбы аясында 16 сағатты шамамен белгілейік. Алғашқы ортақ тақырып аясында мәтін түрлері тақырыбын қарастыратын болсақ, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен ортақ тақырыбы аясында фонетика бойынша оқу мақсаттарын қарастырамыз. Аталған оқу мақсаттарын қарастырудың ең бір ерекшелігі бұл сөйлеу әрекетінің төрт түрін дамытумен сабақтаса жүзеге асады. Яғни оқушының тыңдалым, айтылым, жазылым, оқылым дағдыларын коммуникативтік оқыту тәсілдемесі арқылы оқушының тіл дамыту, грамматика, емле, пунктуация, сөздік жұмыс дағдылары қалыптасады. 3-ші сыныпта ортақ тақырыптар негізінен 1-ші тоқсанда жанды табиғат, жақсыдан үйрен, жаманнан жирен, 2-ші тоқсан уақыт, сәулет өнері, 3-ші тоқсан өнер, атақты тұлғалар, 4-ші тоқсан су, тіршілік көзі, демалыс мәдениеті, мерекелер. Бұл тақырыптар түрлі ресурстарды қолдануға мүмкіндік береді. Яғни, түрлі жанрдағы мәтіндер, осы тақырып аясында әдеби мәтіндер, аутентті мәтіндерді кеңінен қолдану. Басты мақсат
ақпаратты алу дағдысын қалыптастыру, яғни бірнеше дерек көздерден алынған ақпаратты салыстыру, талдау және интерпретациялау, бағалау, ең негізгісі қорытынды жасауға дағды. Коммуникативтік оқыту тәсілдемесіндегі ең басты бұл оқушының қолайлы психологиялық ортада оқу үдерісіне қатысуы. Яғни, мейлінше берілген жағдаяттар табиғи ортадағы жағдаяттарға жақын болу керек. Егер де өзім туралы презентация жасауды жақсыдан үйрен жаманнан жирен ортақ тақырыбы аясында 1 минут ішінде дайындауға беретін болсақ, қалай ойлайсыз? Оқушы үлгере ме? Яғни 7 параметр бойынша өзінің мен ашып көрсетуі керек менің. Бұл жағдайда оқушы интонацияны, вербалды емес тілдік құралдарды, қаратпа сөздерді қолдана отырып, тақырыпқа тыңдарманның назарын аударту, айтылым дағдысын қалып көрсетуі және қаратпа, қыстырма сөздерді ажырату, тыныс белгілеп дұрыс қою дағдысын жетілдіруі керек. 1 минут әрбір оқушыға аздық етеді. Сондықтан да бұндай жөнсіз берілген тапсырма оқушының күйзеліске әкелуі мүмкін. Сондықтан да әрбір оқу мақсатына жеткілікті уақытты оқушының мүмкіндігін ескеруіміз тиіс. Оқушыға қолайлы жағдайды қалай тудыруға болады? Яғни біз қолдау аймағын ұйымдастыра білуіміз керек. Түрлі ресурстар арқылы, үлгі, сызба, кесте арқылы сыныптастармен өзара идея алмасып, өзара пікір алмасу негізінде өзара оқытуға қол жеткізуіне мүмкіндік беруіміз керек. Мысалы, дыбыс үндестігі тақырыбы бойынша сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстардың өзара үндесуін сақтап айту, оқу мақсатын жүзеге асыру мысалын қарастырайық. Оқушылардың сөздерді дыбыс үндестігінің ерекшелігіне сай айта білу дағдысын қалыптастырады. Айтылым барысында сөздерді олардың дыбысталуын ерекшелігін сақтауы, оның сауатты жазуына ықпал етеді. Сөздерді дауыстап айту, қайталау және сөздерді есте сақтап жазу жаттығу түрлері жүргізіледі. Оқушылар айтылым және жазылым барысында сөздерді дұрыс қолданғанына сенімді болып, өзін-өзі тексеруге үйренеді. Бұл оқу мақсатына қол жеткізу үшін алдымен мәтін беріліп, мәтін ішінен осы заңдылыққа байланысты сөздерді іріктеуге көңіл бөлінеді және әрбір берілген мәтінде негізгі ойды табу аса маңызды. Келесі тапсырма мәтіннен уақытқа байланысты сөздерді анықтап, осы сөздердің айтылуы мен жазылуын салыстыру. Сол мезгілдерде кейіпкерлердің және өзінің не істейтінін жазу, яғни жазғанымен жұпта бөлісуге тапсырма беріледі. Оқушыларды тек қана білу, түсіну деңгейінде ғана дағдыларын дамыту емес, біз жоғары деңгейдегі ойлау операцияларына көтерілуіміз керек. Сондықтан да анықтайық тапсырмасы дәптерге кесте сызып, берілген сөздердің дыбысталуы мен жазылуын анықтап, кестені толтыру керек. Яғни оқушы өзара салыстырып, өзі талдау жасай білуі тиіс. Яғни осындай операцияларды орындағаннан кейін ғана барып, оқушы грамматикалық қоржын сөз ішінде қатар тұрған дауыссыз дыбыстар бір-біріне әсер етіп, өзгеріске ұшырап айтылатынымен мысалы мен таныс болады. Осылайша практикалық жұмыс арқылы негізгі ойға, тұжырымға келу оқушылардың оқу әрекетінің белсенділігін арттыра түседі. Мәтіннің тақырыбы мен берілген суреттер, фото, диаграмма бойынша мәтіннің мазмұнын болжау оқу мақсаты бұл бөлшектеніп жүзеге асырылуы мүмкін. Өйткені болжау мәтін алды тапсырманың түрі. Оқушылар мәтінді оқымас бұрын оның мазмұны мен көтеретін мәселесі жөнінде ойланып, талқылап көреді. Ол үшін олар мәтін тақырыбына, оған берілген суретке қарап болжай отырып, сол тақырып төңірегіндегі өз білімдерін қолданады. Бұл тәсіл мәтінді жеңіл түсінуге, себеп салдарлық байланысын анықтауға, ойлау қабілетін дамуына ықпал етеді. Яғни жақсы болжам деп біз қандай болжамды айтуымызға болады? Болжам дәлелдеуге негізделуі керек. Оқушы аргумент, контраргумент айта білуі керек. Бұл
оқушының қиялын дамытуға үлкен мүмкіндік. Болжау бойынша бір мысалды қарастырайық. Берілген сурет негізінде ұқыптылық тақырыбы бойынша оқушылармен болжау жүргізейік. Ол үшін осы суретке дейін не болуы мүмкін? Неліктен бөлме мұндай күйде тұр? Бөлменің шашылуына не себеп болуы мүмкін? Суреттен кейін не болады? Иесі неше жаста деп ойлайсың? Неліктен? Бұл бөлмеде қандай жұмыстар жүргізу керек екенін тізімде жаз, немесе айт. Заттардың орындарын анықта, яғни жетекші сұрақтар арқылы оқушыларды болжау жасауға дағдыландырамыз. Мәтінмен жұмыс. Оқылым тапсырмасы. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтар қою, жауап беру. Оқу мақсаты біз 2-ші сыныпта да қарастырған болатынбыз. 2-ші сыныпта мәтін мазмұнын анықтауға бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап берумен шектелген болсақ, 3-ші сыныпта мәтін мазмұны бойынша пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру оқу мақсатымен жұмыс жүргізіледі. Яғни, оқу мақсаты сыныптан сыныпқа күрделене түсті. Бірақ біз 3-ші сыныпта, 2-ші сыныпта өтілген оқу мақсатын да қолданамыз. Өйткені саралау барысында мәтін мазмұны бойынша да сұрақтар қойылады. Пікір білдіруге бағытталған сұрақтар құрастыру және жауап беру. Бұл топқа берілген тапсырма. Сөйлесу үшін сұрақтың нақты шешімі жоқ. Әркімнің өз пікірін білдіруге бағытталған, мысалы 5 тұжырым беріледі. Келісуге де, келіспеуге де болатын тұжырымдар беру тиімді. Сонда оқушы, мен келіспеймін, себебі маған ұнайды. Бұл осылай ма? Басқа қырынан қарастырсақ, бұған тағы мынаны қоса аламын. Яғни оқушы өзі ойланып, талдауы, бағалап, шешім ұсынуы керек. Қайсысы артық, суреттер қатары беріледі. Сөздер беруге де болады. Неліктен артық екенін оқушы анықтауы тиіс. Яғни сұрақтар құрастыруға аса әрбір сабақта мән беріңіз. Мысалы, мәтіннен кейін Дарханның Жанатпен дос екенін қалай анықтауға болады? Бұл кейіпкердің жағымсыз кейіпкер екенін қалай дәлелдейсің? Немесе бұл кейіпкердің жағымды кейіпкер екенін қалай дәлелдейсің? Яғни оқушы мәтіннен деректер келтіре отырып, өз ойын тұжырымын дәлелдеуге үйренуі тиіс. Тағы тиімді әдістердің бірі бұл көк және қызыл шаршы тәсілі. Яғни көк шаршы суырып алған оқушы «я келісемін», қызыл шаршы суырып алған оқушылар «жоқ келіспеймін» деген қарсы пікір айтып, өз сөздеріне негіздеме келтіріп, ойларын ортаға сала алады. Сұрақтарды қалай талдаймыз? Яғни қарапайым сұрақтар. Ол оқушылар мектепте аптасына неше күн оқиды? Ал пікір білдіруге бағытталған сұрақтар. Мектепте аптасына 5 күн оқудың оқушыларға пайдасы бар ма? Неліктен деп құралады. Кейіпкер қандай жақсы іс-әрекет жасады? Яғни оқушы нақты ғана жауап береді. Ал сен бұл кейіпкер туралы не ойлайсың? Тағы қандай пікір қосасың? Сен бұның айтқан пікіріне қосыласың ба? Не себепті? Кейіпкердің іс-әрекеті туралы тағы да не айтар едің деген жағдайда оқушы өзіндік пікірін, бағасын білдіріп жатады. Сондықтан да кім, не, қашан, қанша, неше, қандай, қайдан, қайда сұрауларын пайдалана отырып құрастырған оқушылардың сұрақтары бұл қарапайым сұрақтар. Пікір білдіруге бағытталған жағдайда неліктен, не үшін, қандай байланысы бар, қалай ойлайсың, несімен артық сұрақтары қойылуы керек. Мәтінмен жұмыс барысында түрлі мәтіндерді пайдалануға назар аударылады. 3-ші сыныпта мәтіннің форматтарын енгізіледі. Мысалы, тек қана тұтас мәтін, дискретті мәтін, аралас мәтін, құрама мәтінмен ғана шектеліп қоймаймыз. Сондықтан да оқу сауаттылығы бойынша халықаралық зерттеулерде қолданылатын түрлі мәтіндерді қолданып, олардан ақпарат алуға, оқушылардың функционалды сауаттылығын арттыруға көңіл бөлінуі тиіс. Тұтас мәтін бұл бізге өте таныс. Бұған дейін де көркем әдеби мәтіндерді, өлең, пьеса, мақала,
жылдық жорамал, техникалық мәтіндер, мысалы ғылыми негіздемелер, ғылыми танымдық мәтіндер, бұлардың барлығы да осы тұтас мәтінге жатады. Ал дискретті мәтінге графика, кесте, диаграммалар, жарнама, сканворд, хабарландыру, карта, анкета, құттықтау, комментарийлер. Аралас мәтінге тұтас және дискретті мәтін түрлерін біріктіретін журналдар, авторлық веб-сайттар жатады. Құрама мәтін әрқайсысы бір-біріне тәуелсіз және бірнеше мәтіннен құрастырылған, негізгі ойы аяқталған мазмұндағы форматта беріледі. Мысалы, бір тақырып аясында бір автордың емес, әр автордың пікірі, ойы. Мысалы, қыс тақырыбына жазылған бірнеше ақынның туындысы. Газет бетіндегі бірдей тақырыпқа жазылған материалдарды іріктеу, немесе бірнеше тақырыпты қамтитын мәтін үзінділерімен жұмыс жасау дағдылары дамытылады. Төменде берілген сілтеме бойынша сіздер мәтін форматтарымен толығырақ таныса аласыздар. Аса көңіл бөлінетін оқу мақсаты бұл мәтін түрлерінен ақпарат алу, яғни түрлі дерек көздермен жұмыс. Берілген тақырып немесе сұрақ бойынша алған ақпараттарда кездесетін жаңа сөздердің мағынасын сөздіктер арқылы ашу, жүйелеу, мағлұматтардың маңызды тұстарын анықтау. Бұл оқылым бөліміндегі түрлі дерек көзбен жұмыс бөлімшесі оқу мақсаты оқушылардың бойында нақты ақпаратты табу дағдысын қалыптастырады. Бұл мәтіннен қажетті ақпараттар тауып алу үшін оқу, яғни тұтас мәтінді толық оқу немесе мазмұнын айту маңызды емес. Мысалы, мәтіннен уақытты, шамалар мен көрсеткіштерді немесе қажетті сөздерді деректі тауып алу үшін шолып оқуы да мүмкін. Сөз мағынасын мәтіннің мазмұнына орай ажырату, контекстте ажырату, немесе сөйлемдегі тіркескен сөздерін анықтау, түбірлі сөздерін табу, мағыналас немесе қарама-қарсы мағыналас сөздерді табу, сөйлем ішінде сөздің орнын ауыстыру, түсіріп айту арқылы мағынасын болжауы, түсінуі тиіс. Біріншіден, тақырып немесе сұраққа жауап болатын материалды дереккөзден іздеу. Екінші, жаңа сөздер кездескен жағдайда оның мағынасын ашу, түсіндірмелі сөздікті қолданып анықтау. Үшінші, ақпараттың маңызды тұсын анықтау және бірнеше ақпаратты жүйелей білу. Бұл ғылыми танымдық мәтіндерде көбінесе сызба, кесте, картадан да ақпарат алуға көңіл бөлінеді. Дереккөзбен жұмыстың бір мысалына назар аударайық. Оқушылар Қазақстан картасынан еліміздегі ең көне көл Балқашты апаратын бағдарды жұптаса отырып анықтайды. Жолда қандай өзен, көлдерді кездестіретін физикалық карта арқылы жұмыс жасау арқылы қазақ тілі мен дүниетану пәнінің өзара пәнаралық байланысы жүзеге асады. Яғни оқушы анықтау операциясынан кейін енді салыстыру деңгейіне өтеді. Ол кестеде берілген ақпараттарды мәтіндегі ақпаратпен салыстырып жазады. Немесе дерек көздер есебінде кез келген біздің күнделікті өмірде қолданылатын кестелер, жол кестесі, тізбектер, күнтізбелік календарларды қолдануға болады. Мысалы, мына кестеге назар аударыңыз. Нөмірі 37-ші Маңғышлақ Астана пойызының жүру бағыты. Осы бағытқа қарап оқушылар кестеден қанша уақыт жол жүретін, қай станцияға дейін уақыт аралығын, қандай станцияларда аялдау барысында жерге түсуге, қай станцияларда түспеу қажеттігін, жол барысында уақытты қалай пайдалы өткізуге болатынын талқылай алады. Яғни кішкене ғана бір дерек көзден оқушылар бірнеше оқу әрекеттерін орындауға дағдыланады. 3-ші сынып білім мазмұны бойынша әдістемелік көмек ретінде СМК Edu.kz порталында 3-ші сыныпқа арналған қысқа мерзімді сабақ жоспарлары, сабаққа арналған презентациясы, аудио-видео материалдары, дидактикалық материалдары, мұғалімге арналған әдістемелік нұсқаулықтар толық жүктелген. Сонымен қатар тіл дамытуға арналған постерлер, тарау және 90 бойынша жиынтық бағалауларды өткізу нұсқаулығы мен үлгілері толық берілген. Сондықтан да құрметті ұстаздар,
сайтқа кіріп, пән мазмұны бойынша тереңірек ақпарат алуларыңызға болады.